Саламатсыздар ма көрермендерім? Асқазаныңыз мазалап жүр ме? Асқазанды тазалауды ойлап жүрсіз бе? Көрерменім, асқазанды үй жағдайында тазалауды айтсаңыз деген пікір қалдырыпты. Бүгінгі видеом асқазанды үй жағдайында тазалау болмақ. Алдымен келесі қызықты видеоларымды өткізіп алмас үшін каналыма тіркеліп қойыңыз. Асқазан ішек жолдарының дұрыс жұмыс істемеуі немесе ластануы салдарынан адам ағзасында түрлі аурулар пайда болады. Осы тұрғыда созылмалы асқазанның қабынуы, гастрит, ас қорытудың бұзылуы, диспепсия сынды аурулар өршілене түсетіні рас. Оның алдын алу барысында асқазанды жиі тазартып отырған дұрыс. Шығыс медицинасында асқазан ішек жолдарын сумен тазалау әдісі кеңінен дамыған. Бұл әдіс асқазанның ретке келіп, түрлі аурулардың орын алуын сақтайды. Емдеу әдісі негізінде су ішу арқылы, жуан ішек арқылы өтіп, асқазан жолдарын тазалайды. Ол үшін ең алдымен 3 литр қайнатылған жылы су дайындап алу қажет. Бірінші отырып, асқазанға су мөлшерден тыс толғанын сезгенше, жүрек айнығанша суды ішу керек. 3 литр қайнатылған суды ішкен соң ғана еңкею керек. Сол қолдың алақанын іштің асқазан бөлігіне қойып, оң қолдың 3 саусағын көмейге сұғып құсады. Құсу қимылы басталған кезде денеңіздің жоғарғы жағын төмен түсіріп, төменгі жағын көтеріп тұрыңыз. Яғни еңкейіп тұрасыз. Құсық басылғаннан кейін саусақтарды ауыздан алып, кейін әдісті асқазан толық босағанша қайталаңыз. Әдетте асқазанды сумен тазарту әдісі таңертең аш қарынға жасалады. Өйткені әдісті жасау барысында ішек босатылып тұрғаны абзал. Емдік шараның жиі жасалып тұруы керек екендігін шығыс медицинасы алға тартады. Алайда емді жүрек ауруы, гипертониялық ауру және асқазан жарасы кезінде жасауға болмайды. Ал қант диабеті кезінде апта сайын әдісті қайталанып отырған жөн екен. Себебі емдеу әдісі асқазанды тазартып, инсулиннің қалыпты бөлінуіне өз әсерін береді. Бүгінгі видеом осындай. Видеоны ұнаса лайк басып пікір жазуды және достарыңызбен бөлісуді ұмытпаңыз.